нұсқауына сәйкес республика көлемінде және Түркістан облысында автобус жедел профилактикалық іс-шарасы 4 мен 13 қазан аралығында өткізілді. Іс-шара бірінші мақсаты осы қоғамдық көліктер мен жол көлік оқиғаларын болдырмау және жол ережесін сақтау болып отыр. Қазіргі кезде Түркістан облысында осы қоғамдық көліктермен 2000-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, және оның ішінде заңсыз тасымалдау әкімшілік кодекстің 463 бап бойынша 27 құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде қазір 597 бойынша заңсыз жабдықтау бойынша 105 құқық бұзушылық анықталған, және де осы қоғамдық көліктермен мас күйінде 2 құқық бұзушылық анықталып, және де 575 бап бойынша шетел автокөліктермен заң тасымалдау жүргізу бойынша 12 дерек анықталып, айыппұлдар салынған. Құрметті қоғамдық көлік жүргізушілері, Түркістан полиция департаментінің қызметкерлері сіздерді ескертеді. Сіз деген тек қана өз өміріңіз емес, сіз деген осы жолаушыларға да жауап бересіз. Осы жол ережесін қатаң сақтауын сұраймын.